Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі бір кереметтің айтқыш туралы айтқым келіп отыр. Мен қай бір-екі видеоларымда, егерде үнемі көретін көрермендерім бар болса, естеріңізде болса, топыраққа саласың 5-6 айға шейін сол тыңайтқыш өзінің бойындағы дәруменін осы гүлдерге беріп отырады деп айтқанмын. Дәл сол тыңайтқыш туралы әңгіме болады бүгін. Қалай қолданамыз, қай мезгілдерде қолданған дұрыс, және жаңағы әр ыдысқа қанша доза саламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Егер де қоңырауша қосулы болса, менің осындай пайдалы видеоларым сіздерге ескерту болып барып тұратын болады. Сол кезде ешқандай видеоны өткізбей көретін боласыздар. Егер де сіздерге қандай да гүлдің күтімі керек болса, не болмаса бір препаратты пайдалану әдісін білмесеңіз, маған комментарияға жазсаңыз, мен жауап беремін. Гүлдердің топырағында өздеріне керекті микро-макро элементтердің барлығы болады топырақта, бірақ уақыт өте келе бұл жабық ыдыста отырғандықтан ол топырақтағы құнарлы заттарды ішіп жеп қояды. Былайша айтқанда, өскен сайын ішіп жеп қояды. Әсіресе жаздың күндері тез таусылады. Себебі жаздың күндері тез өседі. Көктемнен бастап өсу процесі жылдам болады, және кейбір гүлдер көбінше гүлдейді жаздың күндері. Көктемнен бастап гүлдейді. Сондай кездерде бұл топырақтағы көп тыңайтқыштар көп күш кетеді. Көп тыңайтқыш азайып кетеді. Сол кезде біздің гүлдеріміздің топырағы құнарсызданып қалады. Былайша айтқанда, құнарсызданған кезде біз керекті микро-макро элементтерді, мысалы, қолдан жасап берсеңіздер де болады. Не болмаса жаңағы осындай гүл сататын магазиндерде өзі химиялық жаңағы дәрумендер бар. Барлық гүлдерге арналған дәрумендер бар. Соларды өзінің сыртындағы дозасына қарай араластырып жасап берсеңіздер болады. Не болмаса дәл осылай көпке кететін, жоқ дегенде жарты жылға кететін осындай топыраққа тыңайтқыш қосып қойсаңыз тіптен жақсы. Әсіресе мынау жұмыс басты адамдар болады ғой, күнделікті гүлдеріне тыңайтқыш беруге уақыты жоқ, оны жасап беруге уақыты жоқ. Азанда кетіп кешке келетін адамдарға өте қолайлы. Әсіресе жұмыс басты адамдарға өте қолайлы. Бұл осмокот. Осмокот бұл өзінің денесіндегі құнарлы заттарды гүлдерге аз-аздан бөліп отырғандықтан 5-6 айға дейін жарайды. Біз мысалы суға бір тыңайтқыш жасап береміз. Дрожжды алайық. Мысалы, дрожжды суға араластырып гүлдерге құйып шықтық. Біз керекті тыңайтқышты бердік, бірақ ол бірден су арқылы гүлдің тамырына барып, тамыр оны өзіне керекті затты ішіп, бірден гүлге әсер береді. Ал осмокот олай емес. Осмокотта бұл майда түйіршіктер болады. Осы майда түйіршіктер топыраққа түскеннен кейін сіз су құйған сайын гүлдің өсу процесі бәрі бір-біріне связанный болады. Егерде гүл қарқынды өсіп жатса, осмокоттың құрамындағы дәрумендер тезірек таусылады. Су құю процесі көбірек болса да. Жаз көктемнен бастап жаздай гүлдеріміз өседі, гүлдейді, тамыры көбейеді астында. Сондай кездерде бұл осмокоттың құрамындағы микро-макро элементтер тезірек таусылады. Сол үшін 5 ай, 6 ай деп атқаны. 5 айдың ішінде тауысып тастауы да мүмкін. Қарқынды, жылдам өсетін гүлдер. Ал егерде сіз күзде пересадка жасап, осы осмокоттан топырағыңызға қосып, күзде салатын болсаңыз горшокқа, топыраққа, ондай кезде, мысалы, біз күзге қарай уже күн суытады, күн қысқарады, топырақтағы суымыздың кебуі баяулайды. Сол себептен біз су құюды арасын ұзартамыз. Жаздың күндері апта сайын құйсақ, күзге қарай, қысқа қарай уже 2-3 аптада бір рет, не болмаса айына бір рет су құятын гүлдер де болады. Ондай кездерде осмокот гүлдің өсу процесі баяулаған кезде өзінің құрамындағы дәрумендерді баяу бөледі. Ал көктемнен бастап, көктемде салып топыраққа, жаздай осыменен қоректендіретін болсаңыз, ол жаңағы 5-6 айда
жылдам тауысып тастауы мүмкін, да, денесіндегі бүкіл витаминдерді топыраққа беріп тастайды. Су құю процесі көбейген сайын және гүлдің өсуінің жылдамдаған сайын керекті минералды заттар тезірек таусылады екен. Топырақта да солай. Егер сіз осмокот қоспай әшейін кәдімгі гүлдің топырағына отырғызсаңыз да дәл солай болады. Топырақтағы құнарлы заттар күн ыстық кезде, жылы кезде, күн ұзақ кезде тезірек таусылады. Ал күзге қарай отырғызсаңыз жаңа топыраққа, қыстай ол сол керек топырақтағы құнарлы заттарды ішіп жеп тауыса алмайды гүлдер. Неге? Қыста өсу процесі тоқтайды. Не болмаса баяулайды. Осмокоттың үй гүлдеріне керекті құрамында көптеген витаминдер бар. Әрине бұл жерде жоқ витаминдер де болады. Бірақ мынау составын қазір мен экранға шығарып қойдым. Осы микро-макро элементтердің барлығы бар. Гүлдерге өте пайдалы. Бір жақсы жері гүлдің тамырын күйдірмейді. Мысалы, біз кейбір химиялық препараттарды суға араластырып берген кезде, олар тікелей тамырға әсер етіп, гүлдің тамырын күйдіріп жіберуі мүмкін. Сондай әсері жоқ бұның. Бұл әрсіз су құйған сайын, гүлдің өсу процесі қарқындаған сайын, өзінің денесіндегі жаңағы тыңайтқыштарды аз-аздан ғана бөліп отыратын тыңайтқыш. Сол аз-аздан бөлгендігінің себебінен бұл 6 айға шейін, 5-6 айға шейін жарайды. Ал енді арасында мынандай жағдайлар болып қалуы мүмкін. Кей кездерде бізде гүлдер гүлдеген кезде, не болмаса гүліміз бір қарқынды жапырақ ашып, жаңа сабақ ашып, жақсы қарқынды өскен кезде, осы осмокоттың да құрамындағы дәрумендер оған жеткіліксіз болып қалуы мүмкін. Негізінде осмокоттың құрамында кальций жоқ. Кальций жоқ болғандықтан біздің гүлдеріміз сол дефицитті сізге жапырақ арқылы көрсетуі мүмкін. Ондай кезде не істейміз? Ондай кездерде сіз сол керекті тыңайтқышты не қолдан жасап берсеңіз болады, не болмаса жаңағы сол гүл сататын магазиндерде химиялық препараттар бар, түрлі тыңайтқыштар бар. Дәл соларды суға араластырып гүлдің топырағына құйсаңыз болады. Как көмек ретінде да енді оны тек қана жаздың күндері ғана жасайсыздар, күн ұзақ, жылы кездерде ғана. Ал күн қысқарып, жаңағы қысқа қарай, күзге қарай уже ондай қосымша жаңағы тыңайтқыштарды берудің қажеті жоқ. Осы топырақтағы осмокоттың өзінің құрамындағы микро-макро элементте беймарал жетеді. Ол кезде өсу процесі баяулайды, су құю азаяды, су беруді азайтасыз ғой күзге қарай. Сол себептен осы тыңайтқыштың өзі жеткілікті болады. Ал енді жаздың күні жаңағыдай қосымша көмектесіп отырсаңыздар, жаңа гүліңіздің денсаулығы жақсы болады және гүлдеуі де өте жақсы болады. Ал енді гүлдердің топырағына қалай қосамыз? Мысалы, негізінде өзі 1 литр топыраққа 1 шай қасық қоссаңыз жетеді. Ал одан дозасын көбейтемін дейтін болсаңыз, ол ештеңе қылмайды, зияны жоқ. 2 чайный ложка қоссаңыз да болады. Ешқандай зияны жоқ. Егер де сіздің гүліңіз уже топырақта отыр, пересадка жасап қойдыңыз, топырақтың астына сіз осмокот қоса алмадыңыз. Кейінірек қосам дейтін болсаңыз, ол кезде бетіне сеуіп қойсаңыз да болады, топырақтың бетіне. Сіз су құйған сайын өзі сол суға өзіне керекті денесіндегі элементтерді бөліп отырады. Бүгінгі видеом пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда көптеген пайдалы видеолар бар, ашып көрсеңіздер болады. Көп нәрсе түсінесіздер деген ойдамын.